Oyun бастан тайга орманында пайда болдым. Һәм кішігірім терек сындырып алдым. И верстак, палка, ағаш кирка, тас кирка, һәм темір таудым. Һәм де өзіме ыңғайлы жер іздедім. Кішкене жүрсем, алдымнан мынандай сүрпей шықты. Короче, ауыл тауып алдым. Ол жақсы болды, үлкен масштабтағы ауыл екен. Сабанların барлығын ұйықтатып кеттім, бір сөзбен айтқанда. Ауылдың қасына өзіме идеальный жер таудым, һәм сол жерге орналасып алдым. Өзім базамды ордым. Сосын нан істеп алдым, өзім жедім. Ұйықтап алдым, потом ұйықтауым керек еді, ұйықтап алдым. Кейін күн шахтаға түстім. Шахтадан ресурслар жинадым, нормальный ресурс жинадым, бірақ бірінші күнге жақсы деп, бірінші күн екен елі. Кішігірім сіздерге таймлапсылар. Шахтадан шығып үйіме қайттым. Түнде қайттым. Мынандай шахта істеп қойған едім. Мынандай секіріп түсуге болады. Жақсы, ыңғайлы, шығуда ыңғайлы, түсуде ыңғайлы, бір сөзбен айтқанда. Нормаль шахта. Шахтаға түсу, шығу жолы десең де болады. Сосын алмаз іздедім. Такой уақыт демей қойын. Мен білемін, себебі 10-шы блок пен 5-ші блоктың арасында көп шығады. Солай жоғарымда қатсам, мен деген, Аумет деген солай басында тұрған екен ғой, короче. Алмазлар тауып алдым. Хардкорда білесіз, геймодқа өтуге болмайды. Бұл ешқандай шит емес, ешқандай геймод емес. Өзім тауып алған ерлер. Алмазлар тауып алдым. Көп деуме де болады. Бірінші күн, екінші күнге. Ол нормально, ол 19 алмаз деген. Үйіме қайттым. Үйіме қайтып болып, алмаздың кирка істеп алып, лабаға бардым. Лабаны қаяқтан тауып алдым десеңіз, мен микрофон емес, короче, звукты шығарып қойғанымнан дауыс естіліп тауып алдым. Тасты жинелеп алдым, һәм обсидиандарды қазуға кірістім. Маған кітап керек болды, сиқырлау столына. Соның үшін мен мына атты өлтіріп атпан. Ат сенде жазы жоқ, менде yazығы жоқ. Менде книжный полка жоқ. Соның үшін. Сол кое-касане кітап. Короче, бұл кітаппенен кирканы біріктіресің, һәм сенде офигенный кирка болады. Көре бересіз, біле бересіз. Мына жеделге рахметімді айтып, һәм одан кітабымызды сатып аламыз. Кайп. Это кайп. Достар, мен үйімді құрған жерім видеоға түспей қалыпты. Соның үшін алдынан кешірім сұраймын. Видео шықпай жатыр. Соның үшін алдынан кешірім сұрап атпан. Өз уақытында ұйықтаған денсаулыққа пайдалы ойында болса да. 13-ші күн сәхәрлеп, 13-ші күн азанда мен үйімнің крышасын істеуге кірістім. Крышасы онда 3-ші этаж и крыша. Жер астында болған бүйдмеме ұрыстан ярым қыпы қалып, жеңдім, ярым қыпы қалды. Әммесіне қол сілтеген алда өзіме мал фермасымен кірістім. Кішкентай ғана ықшам, ыңғайлы, көп орын алмайды. Малларды әкелдім, қоям қалып қоймапты арасында. Мынандай бүйтсен, үйімнің крышасына қарамай қойын. Бітпей қалған. Мынандай өзім үйіме қарап тұратын зат істедім. Оған лестница мініп шығатын лестница істедім. Жатам. Де мынандай қып үлкен демей қойын, нормально болатын. Не істедім о?
Тілім сеп айланбай қалды. Перма істеген екенмін, перма. Сөйтіп пермамды істеп болмадым еле. Пермамды істеп болдым, міне енді заборлауым қалды тек. Заборлағаннан көрсетсе системде деп ойлаймын, сіздердің ойыңызша, менің ойымша, барлығының ойынша. Кейін болса мен палларыға үй салып бастадым. Себебі мен палларыға сұрағым келіп кетті. Білмеймін неге екенін, бірақ палларыға сұрағым келіп кетті менің. Сөйтіп әстен жерлерін тегістеп, һәм біздер мына палларияның үйіне бітіріп тастадық. Черт. Һәм ұйықтап алдық. Ұйқы денсаулыққа пайда. Айтып өткенімдей 19-ші күн. 19-ші күн азан мен далаға шықсам, мына бір бит маған чоты ұнамады. Һәм бұманды кішігірім жақсылайын деп айналар қойып тастадым. Зор болды. Красавчик. Ал кейіннен 19-ші күні, сол күні мынандай қылып үйімді алдынан текстіледім. Алай менен көп жерін текстілегем жоқ, бірақ нормально текстіледім. Мынаяқлардан текстіледім, һәм осылардың лайы маған көп пайда тиді. Алай демей қояқ, енді топырақ деп айта берейік. Топырағы көп пайда тиді. Һәм біздердің яқта кішкене досымыз пайда болып қапты. Өзі сұлу, өзі кішкене, зор.